покажет. В синий угол клетки приглашается спортсмен из Таджикистана. Встречайте, Хайридин Рахимов. Андеркартты жабатын жекпе-жек жеңіл салмақта өтеді. Хайридин Рахимов 30 жасар тәжік спортшысы назарларыңызда. Бүгін тамаша мүмкіншілікке ие болып отырған спортшы деуге болатын шығар. Кәсіпқой ММА-да 2 жекпе-жек өткізіп үлгерген, біреуін жеңіспен аяқтаса, біреуінде жеңіліске ұшыраған. Октагон аясында алғаш жекпе-жегін екенін айттық. Қарсыласы әсіресе Өзбекстанда танымал спортшы. Қазір қатарынан 3 жекпе-жекте жеңіспен келе жатыр. Жеңісті серия. Сондықтан бүгінгі жекпе-жек әрине бір Хайридин Рахимов үшін билет деуге де болатын шығар, иә. ММА әлеміне, медиа жекпе-жектер әлеміне бір билет болып шығуы әбден ықтимал. Жеңіп жатса әрине, сол мүмкіншілікті барынша қолдану үшін тәжік спортшысы қазір октагонға қадам басады. Ал біз оның қарсыласын күтеміз. Красный угол клетки приглашается его соперник из Узбекистана. Встречайте, Мансур Атаджанов. Мансур Атажанов алаңға беттеді. Құрметті көрермен. Хома-арена, как настроение? Давайте поддержим бойцов! В синем углу клетки спортсмен из Таджикистана. Ему 30 лет, рост его 180 сантиметров. В его активе 1 победа при 1 поражении. Его вес 78 килограммов. Из Таджикистана Хайридин Рахимов.
Его соперник — красный угол клетки. Боец из Узбекистана. Бойцу 30 лет. Рост его 177 сантиметров. В его активе 3 победы при 3 поражениях. Вес его 78 килограммов. From Uzbekistan, on the red corner, Мансур Атаджонов. Рефери в клетке Отабек Мусаев. Бойцы на середину. Бойцы, слушаю мою команду. Правила знаем, правил не нарушаем. После команды «Стоп» никаких действий. Пожали руки по углам. Формула поединка 3 раунда по 5 минут. Внимание, первый раунд. Көк бұрыштан Тәжікстандық Хайриддин Рахимов, қызыл бұрыштан Өзбекстандық Мансур Атаджонов. Дәл осы екі жігіт бізде андеркартты жабады, одан кейін біз негізгі жекпе-жектерге көшеміз. Кеттік, алғашқы раунд. Сәл бойшаңдау. Хайриддин Рахимов. Ұзаққа созылады және күрес. Осы алтысы күрес деп есептейді. Енді күрестен ұтылғаны бар, иә. Да, оформляет здесь перевод Рахимов. Екі аяқты қазір орап алуға жақын қалды, қараңыздар. Үш бұрышпен толықтай қоса алады ма? Хабиб стилінде. Жоқ, болмады. Көнбеді. Мансур. Аяққа тұрудың амал іздейді әрине. Күш қуаты жетеді бұған. Ал. Ну, пока что дальше развития этой позиции мы с вами не наблюдаем. Тығырыққа тірелгендей. Ары қарай не істеу керек екенін Рахимовтың өзі де білмейді әзірше. Тамаша, шынтақ бар. Коленом здесь добавил. Хайриддин Рахимов. Ну, будет ли сейчас подсечка? Енді тұрсына қарағанда ондай әдістерден хабар жоқ ау. Хайриддиннің әйтпесе баяғыда іліп алып шалқасынан құлатар еді. Тым болмағанда жасап көрер. Бірақ аяқты орап, не үшін орағанын өзі де түсінбей отырғандай болып көрінді. Ну, как минимум, для того, чтобы перевести, нужно хотя бы оттянуть своего оппонента от сетки. Иә. Хотя бы. Ол да бар. Рефери көп уақыт берді жігіттерге бүйтіп тұруға. Да, можно было уже... Ну, нет той активности, которая должна быть в этой позиции. Жоспар сонда торға тіреп ұстап тұру болды ма, осылай? Ұпай жинау болды ма? Здесь пак попал, ну, рефери не вмешался. Еще один удар, 2 к ряду, причем, ну... Шыдамай кетті қазір. Атажоновтың өзі тейкдаунға салатын сияқты. Қазір жамбасқа салмақшы болды ма? Мне кажется, здесь он просто защищал уже просто пах свободной ногой. Земен өте қалып тұрады енді шынымен де. Рахимов кіндіктен төмен бір-екі рет салып жүргенді көрдік. И будет ли бросок через бедро? Подхват от Мансура Атаджонова. Какая-то странная была позиция. Құшақтасып тұрғандай жай. Айттым ғой, Хайриддиннің бір мақсаты сол қарсыласты торға тіреп ұстап тұрып, осылай ұпай жинау сияқты енді. Бұлай болмайды. Болмайды, ага. Просто да, ну, здесь даже вот люди, собравшиеся на арене, понимают, что, ну так не выигрываются бои. Я рефери бірақ біраз мүмкіншілік беріп отыр енді Хайриддинге.
Ну, либо стратегия на поединок измотать своего оппонента вот у сетки октагона. Енді бүйтем деп өзі шашап қалмасыңдар. Отлично, здесь Мансур отрабатывает. И ну, вот одним этим действием только я бы Мансур отдал весь первый раунд на самом деле. Көрейік енді. Хотя бы уже конкретный тейкдаун есть и позиция. Вот это можно считать уже контролем. Істеп қалу керек қой енді, осы жерде істеп қалу керек. Раундтың соңына дейін қауіп төндіріп шабуыл жасаса, онда раундты беруге болатында шығар. Басы жоғары көтеріп, белді жүз ұстап. Не аяққа тұрып тіпті көру керек. Уақыт аз. Мансур да қатты тәуекел еткісі келмейді, байқасаңыздар. Үшбұрыш. Рахимовтың көздегені. Білдіріп қойды бұны. Тамаша. Раунд аяқталды. Төбелесіп сатқан кезде төбелесіп қалды ма, не болды екеуі қазір? Секунданты, покиньте пределы октагона. Екінші раундты тамашалауға дайынбыз. Екеуі де бір Внимание, второй раунд. Дейді. Шаршайтындай да ештеңе болған жоқ енді бірінші раундта шыны керек. Көрейік, Хайриддинов Рахимов кешін керек, қандай жоспармен шықты екен. Хайриддин пропустил несколько ударов и, по всей видимости, попытается перевести. Енді жай ғана ұстап тұруға болмайды ол же. Жанкүйерлер де қазір екеуін аяқта тұрып төбелесуге шақырып отыр. Рахимовтың бұған қатысты ойы басқа енді. Рефери бұл жолы ертерек ескерту берді. Тек қана қарсыласты торға тіреп ұстап тұрып, әрине жеңіске жету қиын. Ничего абсолютно здесь не происходит. Абсолютно ничего. Тіпті тейкдаун жасауға талпынып жатқан жоқ, байқасаңыздар. Аяқты да іліп, бір шауып, не жамбасқа салып дегендей. Бірақ Мансур да не істеп тұр бұл жерде. Барынша бұл жерден шығудың амалын іздеу керек. И снова. Нет, не удалось уже. Бұл жолы дайын болып шықты. Рахимов. Тамаша. Очередной колено от Рахимова. Хайриддинов. Білмеймін енді, мына жерде екеуін ортаға шақыруға да болатын шығар. Ну, уже было предупреждение от рефери. Второе предупреждение от рефери. Сколько еще нужно предупреждений для того, чтобы все-таки разнять этих бойцов и вернуть в центр октагона.
А с другой стороны, вроде бы как и активность какая-то есть, минимальная. Ну, это то же самое, что и сушить поединок в партере, понимаешь? Торды ұстап алған қазір. Рахимов бір сәтке саусақпен іліп ұстап тұрды. Ау! И Жоқ. Тағы да торға тірек. причем я не могу сказать, что Мансур Атаджонов это прям очень сильный борец. Иә. По большому счету он занимался видом спорта, который абсолютно никак не связан с боями. Он развил свои навыки до такого состояния, что Хайреддин Рахимов сейчас опасается проводить поединок против Мансура Атаджонова в стойке. Иә, оның орнына міне. Наконец-то мы дождались. За минуту 20 до окончания второго раунда. Хоть какого-то экшена. Енді шыны керек, Хайреддин қазір бұлай жеңіске жетіп жатса да, бұл жеңістің құны 5 тиын. О, middle kick. Өйткені бұл жерде жай ғана ұту маңызды емес. Қалай ұтасың, сол маңызды. Қайтар алды. Және... И тейкдаун, попытка, по крайней мере, очередная. Причем в центр октагона не смог перевести своего оппонента. Хайреддин, наконец-то. Заслуженный, трудовой тейкдаун, скажем так. Иә, бұл жолы раундтың соңы. Рахимов Хайреддиннің басымдылығымен өтетін болды. Қазірше мүмкіншілікті жақсы қолданып жатыр деп айта алмаймын. Хайреддин Рахимов. Позицияны жақсартумен әлек. Позицию раз 5 занимать, нет. И в маунте оказывается. Явный паунд пошел. Секунданты покиньте пределы октагона. Ташкент, третий решающий раунд. Давайте поддержим бойцов. Шешуші үшінші раунд. Көрейік, тағы да сол әдетіне басады ма? Хайреддин, иә, аяқтан бас салды. Ол енді қорға тіреп ұстайтын болады. Көзіміз әбден үйреніп кетті бұндайға. Шынтақпын, иә, сақ болу керек. Желкеден салып жіберді Атаджонов. Ну, давайте будем честными. Я вот выскажусь, я не могу это больше терпеть. Это медийный дивизион, ведь так? Я. Ну, вряд ли каким-то... Я буду очень рад, если в будущем Хайреддин Рахимов станет претендентом на пояс, полноценный пояс чемпиона Лиги Октагон. Но сейчас это медийный дивизион, ведь так? Почему мы смотрим медийный дивизион? Потому что это яркие спортсмены, яркие бойцы за пределами внутри клетки, в октагоне и все прочее. А сейчас что мы видим? Я ең алдымен эмоция бере алатын адамдар, иә. Қалың аудиторияға бір түсінікті бола алатын адамдар, бірақ
қалың аудитория мынаны түсінбейді, бағаламайды. Қазір сен қарсыласты торға тіреп ұстап тұрғаның. Вот мы с тобой суперпрофессионалы, в кавычках, скажем так. Мы можем любой скучный поединок сделать так, чтобы он был интересен для всех. Ну, даже здесь я бессилен уже. Даже здесь я не знаю, что делать. Менің кәсібилігім бұған жетпейді, дайын емес бұған десейші. Ну, это, конечно, все шутки, но так или иначе. Жоқ, енді күрестің де түр-түрі болады. Күресті бірдеңе тындырып жатса түсінер еді. Устроить шоу необходимо, показать, на что ты Ал способен. қазір қараш, керісінше былай болуы мүмкін. Мынадай түрмен жеңіске жетсе Рахимов, бұдан кейін октагонға бұны жолатпауы мүмкін керісінше. Ал аяқта тұрып қырылып, кәдімгі қарқынды жекпе-жек көрсетіп, ұтылып қалғанның өзінде келесі жыл октагон бұл жігіт шақыруы мүмкін. Для чего есть разделение медийных бойцов и, скажем так, в кавычках, профбойцов? Так или иначе, все же бойцы. Потому что это завлекает широкую аудиторию. А сейчас что происходит? Вот, потому что и нужно сейчас. И это шоу нам дарит Мансур Атаджонов. Бірақ ол шоуды бізден Рахимов алып қойды қазір. Өкшеден аяқтан басталды. Ну, Хайреддин Рахимов, ты даже не из Дагестана, понимаешь, что вот такой стиль используют. Почему нам нравятся файтеры из Таджикистана? Потому что они все яркие ударники, они рубятся до конца. Взять любого, хоть Камиля Карате. Мадрахимов, Нурхудиев, да. Жабор. Істеу керек қой енді бірдеңе. Осы жарайды, күресші сен көндік ол күреспен. Болды, бірақ күресті де бір көрсету керек қой кәдімгідей. Қызық болатындай. Бірақ деше. Көріп отырғанымыз осы. Көнуден басқа амал жоқ. Міне енді бірдеңе басталғандай. Осылай жалғастыра берсе екен дейміз. Вот жаль, что в Лиге Октагона нет такого человека, который бы смог взять микрофон, оставить под ней и сказать, что кто-то нас держит за пацанов. Вот бывает, что видишь бои, думаешь, ну, кто-нибудь это остановите уже. Ну, а с другой стороны, победа есть победа, как говорится. Егер жеңісті бағалауға болса бұны, төрешілер қазір жеңісті беріп отырса. Ну вот после такого, скажи, вот даже если Рахимов, Хайреддин бросит вызов всем известным бойцам лиги, кто-то согласится с ним драться? Жоқ, әрине. Онымен құшақтасып жататын жай жоқ. Бір сапалы күрес болса бір бөлек. Атажоновтың да, байқасаңыздар, тұруға бір қатты зауқы жоқ. Ну да, мы здесь тоже накинулись на Хайреддина. Ну и с Мансура тоже, конечно же, есть что спросить мне, почему он не пытался сделать. Но он в стойке хотя бы рубился. Міне енді бірдеңе бір жасағандай. Күресте бір тек қана сондай бір күтетін позицияларды таңдады көбінесе. Бірақ ол жолы міне бір мәрте жұлқынып та көрді. Последние секунды поединка, который завершает серию прилимов. Енді тіпті қарсыласын үстіне шығуға болады бұл жерде. Рахимов бірақ дәл осы бүйірден жатып алып соққы жасауды дұрыс көрген екен. Тамаша. Міне раундтың соңына, жекпе-жектің соңына қарайтын болмағанда бізге соққылар көрсетті. Төрешілердің шешімін күтеміз. Ал баста жанкүйерлер әрине сәл басқаша жекпе-жекті күтті. Ал осымен андеркартта аяқталып қалды, құрметті көрермен. Бізді алда негізгі карттың 6 жекпе-жегі күтіп тұр. Төрешілердің шешімін күтеміз.
Бойцы прошли всю дистанцию боя и по итогам 3 раундов единогласным решением судей победу одержал Хайриддин Следующий брауздан Хайриддин Рахимов жеңімпаз. Тамаша мүмкіншілікті толықтай қолдана алды. Ұнасын, ұнамасын, жеңістің аты жеңіс. Бұндайды бәлкім жанкерлер күтпеген болатын шығар, болған шығар. Хайриддин Рахимовтың кәсіпқой өмірдегі екінші жеңісі. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо